Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған әдебиеттік оқу пәні бойынша біздің ғажайып түсіміз тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі оқу мақсатымыз мұғалімнің көмегімен шығарманың құрылымын, стилін жетілдіру, өз бетінше сын тұрғысынан бағалау және лексикалық, орфографиялық, пунктуациялық қателерді тауып түзету. Балалар, мына суреттерге қараңдаршы. Не бейнеленген? Ұйықтап жатқан қыз, үстінің бәрі бестікке толы, және күн шуағы да бестіктерді шашып тұр. Осы сурет бойынша әңгіме құрап айтып беріңдер. Қазақ ауыз әдебиетінде жеңіл әзілге құрылған өмірдегі күлкілі оқиғаларды бейнелейтін шығармалар кездеседі. Мысалы, өткен сыныптарда Қожанасыр, Алдаркөсе туралы аңыз әңгімелерді Әубәкіров, Смаханұлының шығармаларынан оқыдым. Бестік баға туралы түс өлеңінен жеңіл әзіл аңғарылады. Ендеше бестік баға туралы түс өлеңін мәнерлеп оқыңдар. Бестік баға туралы түс. Тыңдаймыз. Ұйықтап жатып түсімде айға ұшып барыппын. Алыстағы жұлдыздың ұстап бірін алыппын. Жақын келіп жаздидар күнге қарап сөйледім. Ей асыл күн қарашы, нұрдан менің көйлегім. Күн сөйледі сол кезде, көйлек саған не керек? Қызым болшы сен менің, әке дейін жетелеп. Беріңіз онда дедім мен, бестік деген бағаны. Күннен күнге сабағым қиын болып барады. Мә, ал деген шоқ күннің үні естілді көңілді. Көбелектей көк бестік көктен сонда төгілді. Қол жеткізген арманға біріне ұқсап батырдың, бестіктерді құшақтап, қалдилап келе жатырмын. Көк аспанда қалықтап, қызыққа әбден батыппын. О, бір кезде оянсам, үйде ұйықтап жатыппын. Аша салап көзімді, бестіктерді іздедім. Қымбат баға маңымнан өшіріпті іздерін. Қап әттеген ай. Гүлнар Өмірзақова. Ендеше, қыз бала неліктен осындай түс көрді деп ойлайсыңдар? Және салыстырыңдар сурет бойынша құрған әңгімелеріңді мәтінмен бірге салыстырыңдар. Және осы тақырыбымызды қорытындылау мақсатында Абай атаның өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегіңмен ақылың екі жақтап деген сөзін негізінде алып кейіпкерге не айтар едің? Осы тапсырмалар бойынша кері байланыс жасаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.